Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер, Геогобус каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз жаңа сабақ тақырыбын бастаймыз. 290 бойынша 12 сыныптағы. Жалпы бүгін бізде 290 бойынша сабақтың тақырыптар мәселелерге байланысты бүгінгі сабақтың тақырыбы ол бай және кедей елдер мәселелерін қарастырамыз. Бүгінгі сабақ мақсатына тоқталатын болсақ, біздегі ол бай және кедей елдер арасындағы даму алшақтығын талқылау. Яғни бір елдер бай, бір елдер кедей деген сияқты солардың себептерін, салдарын анықтаймыз. Келесі бізде қойылатын сұрақ: неге кейбір елдер бай, басқалар кедей деген сияқты сұрақтан бастаймыз. Сабақтың жалпы зерттеу сұрағы бойынша. Сол бойынша өз ойларымен бөлісуге болады сабақтың дайындалған кезінде. Ары қарай қарастырайық. Келесі енді біздегі осы сұрақтың жауап ретінде негізгі факторларға тоқталатын болсақ, ол айтатын болсақ, тек қана бір елдің бай болуына не кедей болуына бір фактор емес, оның бірнеше факторлар жауап береді. Соның бірінші ол географиялық орналасуы, яғни климатқа байланысты табылады. Ол географиялық орналасуы. Екінші тарихи оқиғалар, мемлекеттің болған, және отарда болды ма, империя болды ма деген сияқты, колонияда болды ма деген сияқты, солар бары есептеледі. Одан саяси жүйе, мемлекетті басқаратын, яғни саяси жүйеміз білеміз ғой, және қандай режимдер болды. Ол демократиялық па, тоталитарлық режим ба, автократиялық режим болды ма деген сияқты. Экономикалық институттар дегенде бұл жерде мемлекет үшін жұмыс жасайтын заңның құқық қорғау органдары, заң өкілдері қалайша жұмыс атқарады. Яғни ол жерде бұл жерде айтатын болса, ең басты немесе өлшенетін деңгейі ол сыбайлас жемқорлықтың деңгейін анықтайды. Одан әлеуметтік факторлар бұл жерде адаммен байланысты есептеледі. Оны қазір сабақта жеке талдап қарастырамыз. Жалпы енді біз білетіндей, жалпы адамзат өзі қоныстанған кезінде көбінесе географиялық орны су көзінің жақын орналасады. Өйткені су көзі айтатын болса экономика үшін өте бір үлкен септігін тигізеді. Өйткені ол теңіз саудасын жүргізуге, және басқа да елдермен емін-еркін қарым-қатынас орнату үшін, тауарлар тасымалдау үшін теңіз жолы өте арзанға түседі, әуе жолына қарағанда, басқа да көлік түрлеріне қарағанда. Келесі енді қоныстану жерді қарайтын болса, бұл жерде бізде бірден ол жауап ол жазық жер ыңғайлы болып табылады, таулы жерден қарағанда. Себебі жазық жерлер және кез келген инфрақұрылым түрін дамытуға, шаруашылық саласын дамытуға өте қолайлы таулы жерден қарағанда. Енді таулы жерде дамыту болды, бірақ ол жерде айтатын болсақ, өзінің қауіп-қатерлері болады. Енді ол климат жағынан қарастыруға болады, ол жәнегі сейсмикалық жағынан қарастыратын болсақ, айырмашылықтар бар. Климат жағынан бізде таулы аймақта климаты тұрақсыз болып келеді. Жазық жерден қарағанда сейсмикалық жағынан қарайтын болсақ, таулы аймақ қауіпті болып келеді деген секілді. Бірақ таулы ауданның тағы да бір артықшылығы, ол жерде жәнегі пайдалы қазбалар көп таралады. Екінші, сонда қарайтын болса, жалпы жер бедеріне байланысты халықтың таралуын есептейтін болса, бұл жерде негізгі халықтың таралуы 80% 500 метр биіктікке дейін таралған. Яғни бұл айтатын болса, жазықтың биіктігі болып табылады. Келесі енді әлемдік елдер мысалын қарастыратын болса, бізде Жапония шектеулі жер ресурстары және халықтың жоғары тығыздығы бар. Біз білеміз, территориясы өте кішкентай болғандықтан, бұлардың айтатын болса экономикасы жалпы бағытталған жоғары технология өндіріске бағытталған. Сонымен қатар экспортқа назар аударған. Кез келген немелердің шикізатын істейді, импорт арқылы сатып алады. Екінші кішкентай мемлекет ол бізде қала секілді. Сингапур. Айтарлықтай табиғи ресурстар жоқ. Сингапур стратегиялық географиялық орналасуына байланысты әлемдегі аэропорттар мен қаржы орталықтарының бірі ретінде пайда болды. Яғни бұлардың екеуінің орналасқан аймақтары география орналасу, мұхитқа жақын орналасқандықтан. Келесі енді халықтың тығыздығы жоғары аймақта қарайтын болса, бұл жерде бізде жалпы көріп отырғанда екі аймақты көрсете аламыз. Ол біреуі Еуропадағы Евразия материгіндегі Еуропа аймағы, одан кейін оңтүстік шығыс Азия мен оңтүстік Азия елдері жатады. Бұл жерде тығыздығы жоғары. Бұл жерде климат бірінші факторды шешеді. Өйткені айтатын болсақ, климат салыстыратын қоңыржай адамзат үшін ең қолайлы климат белдеуі есептеледі. Соның ішінде қарайтын болсақ, Қазақстанмен салыстыратын болсақ, Қазақстанда қоңыржай белдеу ол бізде құрғақтау болып келеді. Еуропадан қарағанда Еуропада ылғалды және теңіз климат қалыптасқан. Сол себептен ол жақта айтатын болсақ, қысы жазы және тұруға қолайлы ауа райы көрсеткіштері табылады. Одан келесі айтатын болсақ, қысы болмайтын аймақтар, ол субтропикалық, субэкваторлық аймақтар өте жылы мезгілдер, яғни жыл бойы шаруашылық дамыта береді бұл жерде. Келесі климат экономикасын қарастыратын болса, жалпы ауыл шаруашылық әсер етеді. Ол агроклимат ресурстарының бай болуынан, агроклимат ресурстар біз білеміз, ол күннен келеді, жарық, жылу мен тағы басқа қоректік заттар, су, ылғал барлығы кіреді. Одан вегетациялық мерзімді есептейді осымен. Яғни вегетациялық мерзім ұзақ болған сайын және өнімді 2-3 рет алуға болады.
ал вегетациялық мерзім қысқа болатын болса солтүстік отандарда ол тек өнімнің тек бір рет алынуына мүмкіндік береді. Келесі энергетика мәселесі қарастыратын болсақ, энергия көздері бұл жерде күн және су энергиясы. Ары қарай энергияны тұтыну және аймақтар, бізде суық аймақтар, көбінесе энергияны тұтыну суық аймақтар деген, өйткені қыста бізде үйге жылу беріледі, соған байланысты шығындар біраз көбірек кетеді оңтүстік аймақтардан қарағанда. Туризм мәселесі бойынша жаңағы бұл жерде қарайтын болсақ, мысалы егер де қоңыржай белдеулерді жаңа айтатын болсақ, туризм дамытатын болса, ол жерде маусымға тәуелді болып келеді, өйткені мезгілге байланысты, 4 мезгілдің ауысуына байланысты не істейді, өзгеріп отырады, одан маусым аралық болуы мүмкін, немесе жыл бойы. Кейбір мемлекеттер, мысалы айтатын болса, жағымды климат жыл бойы болып тұратын болса, олар жыл бойы туристің ағымын қабылдай алады. Келесі инфрақұрылымның дамуы, бұл құрылыс жұмыстары мен көлік жүйесінің дамуы. Яғни бұлар айтатын болсақ, негізгі экономиканың қан тамыры болып табылады. Яғни ол жеткізу қызметтері деген сияқты да басқа. Одан денсаулық, халықтың денсаулығы, яғни аурулардың таралуы мен еңбек өнімділігі. Халық дені сау болатын болса, экономикада еңбек өнімділігі жоғары болып келеді. Ары қарай енді біз жерде салыстыратын болсақ, енді бір мәселе, бұл жерде салыстыру бойынша мысалы қарайтын болсақ, екі мемлекет берілген, екеуінде климаттық жағдайлары айтатын жер бедері ұқсас болып келеді, климаттары экономикасы, бірақ экономикасы әртүрлі болып келеді. Оны неге деп салыстыратын болсақ, ол басындағы климат ұқсас және экономикасы басқа болып табылады. Солтүстік Кореяда, мысалы оңтүстік Кореяны қарастыратын болсақ, бірінші Солтүстік Кореяның экономикасы ол жоспарлы болып есептеледі. Кеңес өкіметінің экономикасы сақылды. Жалпы жүргізетін саясаты оқшауланған емес саясат, әскери күшін нығайтады, шетелдік инвестицияны шектейді. Жалпы жұмыс саясатымыз мемлекеттік идеология мен ұжымдық даму болып табылады. Екінші, оңтүстік Кореяның қарама-қарсы қарастыратын болсақ, бұл жерде нарықты экономика, яғни сұраныс пен ұсынысқа байланысты. Одан халықаралық қатынастарды дамытады, яғни бүкіл елдермен жәнегі байланыс орнатады, экспорт және технологияны дамытады, одан шетелдік инвестицияны көп мөлшерде тартады. Сонымен қатар адам капиталын дамытуына үлкен үлестерін жәнегі айтатын болсақ, көңіл аударады. Енді келесі, осындай тура сақалды келесі мемлекет қарастыратын болса, салыстыру жағынан шығыс және батыс Германия болып табылатын болса, бұл жерде өздерін салыстырып отыр, қандай географиясы, тарихи оқиғалар қандай болды, саяси режим және экономикасы, миграциясы. Яғни қай жақ жақсы дамыды, қай жақ артта қалды деген сақылды. Оны өздерінің немесе талдап көруге болады. Жәнегі оңтүстік солтүстік Корея сақылды. Келесі саясаттың экономика әсерін қарастыратын болса, жалпы бұл жерде ұғым негізгі экономикалық саясаттың жалпы мемлекеттің бюджеті қалыптастыруда, одан салық мөлшерін анықтайды, бұл жерде қаншалықты жәнегі орта шағын бизнеске жеңілдіктер көрсетілген сақылды. Жалпы бизнес қолдауына мемлекет тарапынан сауда саясаты, одан нарықты реттеу болып табылады. Екінші, институционалдық орта деген бұл жерде сот жүйесі қаншалықты жұмыс атқарып, құқық қорғау органдары, яғни прокуратура және полиция қызметі деген сақылды, басқа да. Бұлардың айтатын болса деңгей, жемқорлық деңгейі қандай деңгейде, төменгі ма, жоғары деңгей ма деген сақылды. Егер де жемқорлық деңгейі жоғары болатын болса, институционалдық орталық өте әлсіз болып табылады. Яғни заң бұзушылық деген сақылды факторлар өте көп тіркеледі, одан әділетсіздік көп орнайды. Екінші, әлеуметтік саясат отыратын болса, бұл білім беру жүйесі мен денсаулық сақтау жүйесі қаншалықты дамыған мемлекетте. Ол негізгі адам капиталын анықтайды. Адам капиталдың қалтасының ақшасы емес, ол басындағы айтатын болса, білім деңгейі, тәжірибесі бойындағы қаншалықты жәнегі жұмысқа бейімділігін сипаттайтын көрсеткіштер болып табылады. Келесі, мемлекеттің жүргізетін экономикасы, ашық экономика, экспорт және импорт ашық па деген сияқты, оны жалпы шетелдік инвестицияны тартуда бұл экономикалық қатынас дамытады мемлекеттің. Одан ресурстар бөлу, халық арасында бөлу, одан кейін экономика секторларының арасында тең дәрежеде бөліп беру. Енді жалпы экономика институттары тоқталатын болса, бұл дегеніміз, яғни бұл адамдар мен ұйымдардың экономикалық мінез-құлқын анықтайтын ресми және бейресми ережелер болып табылады. Яғни біз айталамыз, кейбір мемлекеттерде айталамыз, ол жақтың жәнегі сот жүйесі жақсы дамыған сақалды полиция қызметкерлері, мысалы айтатын болсақ, Американың ақш мемлекеттік сот жүйесінің немесе полиция қызметкерлерін қарайтын болсақ, оларға көбінесе сеніммен қараймыз, өйткені ол жақта айтатын болсақ, тәртіп бәрі қалыптасқан, ереже бар. Айтатын болсақ, енді орталық Азияда басқа да елдер қарайтын болсақ, жемқорлық деңгейі жоғары аймақтарда ол жақта айтатын болсақ, жәнегі бұл институттар өте әлсіз жұмыс жасайды. Келесі, саясаттың экономикасын қарастыратын болса, жалпы Скандинавия елдеріне қалай әсер еткен негізгі бұл жоғары салықтар, күшті кәсіподақтар,
айтады неге жоғары салықтар, өйткені табыс мөлшерінің 50%-дан жоғары көбінесе беріледі, мемлекетке салық төленеді. Одан кейін бар бұл жерде әлеуметтік тұрақтылық бірақ байқалады. Яғни адам ертең күніне уайымдамайды. Былайша айтқан кезін айтатын болсақ, жұмысы бар, яғни тұрақты жалақысы бар деген сақал, және көптеген қызметтер бұл жерде тегін болып есептеледі. Сонда бұнда бір кемшілік жағы, бұл Скандинавия елдерінде кәсіпкерлік аз дамыған. Екінші ақшты салыстырайық. ақшта көбінесе бизнесқа күшті қолдаулар жасалған, ол жақта салықтар өте төмен көрсетіледі, мемлекет тарапынан жақсы қолдау көрсетіледі. Яғни бір бизнес бастасаң, оның ары қарай ілгері басып кеткеніне және көптеген септиктерін тигізеді. Өйткені бұл аймақта айтатын болсақ, бұл елде үлкен нарық, инновациялық жылдам өсу болып табылады, яғни инновациялық орталық болып табылады. Келесі бұл жерде бірақ оның кемшілік жақтары әлеуметтік теңсіздіктерін арттыру, яғни бай мен кедей арасында алшақтық ұлғая береді. Қытай. Келесі Қытайдың айтатын болсақ, жалпы бұл кеңес үкіметінің кезінде байланыс уақытта мемлекет болып табылады. Онда негізгі кеңес үкіметінің элементтер қалған. Онда жоспарлы экономиканың элементтерімен бірге нарықтық экономиканың бірігуі болып табылады. Ұштасқан аймақ болып есептеледі. Бұнда экономика өсуінің жоғары қарқыны бар, бірақ та саяси бостандық шектейді. Келесі Латын Америкасы қарастыратын болсақ, жалпы саяси режимдердің жиі өзгеруі, жемқорлық мұнда көп дамыған, өйткені бұл жерде саяси билік өте әлсіз болып табылады. Соның салдарынан тұрақсыз макроэкономика саясаттар жүріп жатады. Бұл жерде ұзақ мерзімді экономикалық дамуға кедергі тигізеді. Келесі саяси режим ортақ болған экономикасы әртүрлі елді салыстыратын болса, мысалы бізде Орталық Азия және Шығыс Еуропа елдері барлық кезінде КСРО құрамында болды, бірақ қазіргі деңгейде олардың экономикасы екеуінде әртүрлі болып есептеледі. Мысалы Шығыс Еуропа мен Орталық Азияны салыстыратын болсақ, Шығыс Еуропа Евроодақ құрамына енді, одан кейін жоғары экономика өсімді көрсетіп жатыр. Одан адам капиталының дамуының жоғары көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Одан дайын өнімдерді экспорттауға айтатын болса бейімделген. Сонымен қатар өмір сүру деңгейі жоғары есептеледі Орталық Азиямен салыстырған кезде. Енді Орталық Азияда жағдай қандай? Бұндағы негізгі Орталық Азия Ресейдің үстемдігі, одан экономикалық тежелу, сонымен қатар шикізатты экспорттауға тәуелді, яғни тек қана шикізаттан бір салынған, ол жаңағы мұнай деген саласы, мұнай газы сыртқа экспорттау болып табылады. Одан кейін саяси тұрақсыздықтар байқалады. Сонымен қатар инфляция деңгейін арту, яғни қымбатшылық. Келесі, енді әлеуметтік факторларға экономикасынан қарастыратын болса, бұл адамның факторы, яғни білім мен біліктілігі, бұл адами капитал анықтайтын, жоғары білім деңгейі, кәсіби даму, еңбек өнімділігі, бұл инновацияны алып келеді. Инновация дегеніміз ол жаңалық. Жаңалық туындайды, егер де мемлекетте білім мен ғылым саласына өте жоғары көңіл бөлінетін болса. Келесі, халықтың денсаулығы, яғни дамыған медицина, дені сау халық, ол дегеніміз экономикалық белсенділікті туындырады, яғни жұмыс істеуге қабілетті адамдардың саны көбейе бастайды. Үшіншісі ол мәдениет пен құндылық. Бұл жерде қарастыратын болсақ, яғни баланы жастайынан және еңбекке баулу, кәсіпкерлікті дамыту, жасампаздыққа алып келеді. Бұл яғни айтатын болсақ, жастайынан және бала жоба жұмыстарын жасауға, зерттеу жұмыстарын жүргізуге үйреніп болса, еңбекке немесе тартылатын болса, яғни айтатын болсақ, бұл жасампаздыққа алып келіп соқтырады. Ол жақсы құбылыс. Келесі демографиялық үдеріске қарастыратын болсақ, бұл жердегі әр және мемлекеттің немесіне байланысты, саясатына байланысты туу және өлім коэффициенті көрсеткіштері. Яғни бұл мемлекеттегі еңбек ресурсының көлемін анықтайды. Егер де мемлекетте туу көрсеткіші төмен болатын болса, олар жаңағы миграцияның немесе механикалық немесіне тәуелді болып табылады, сыртқы еңбек ресурсына. Одан жоғары қылмыс деңгейі туризмге кедергі келтіреді, дамуына, өйткені бұндай жерлерге туристер көп келе алмайды, қауіпсіз мақсатында. Екінші, бизнестің дамуын тежейді. Яғни бұл атап өткендердің барлығы жаңа адамға байланысты фактор болып есептеледі, адаммен байланысты. Ары қарай енді әлемдік елдер мысалын қарастырып тұрсақ, мысалы Жапония жоғары деңгейде білім бар, яғни еңбек қорлық пен өнім сапасы жақсы немеселген, дамыған. Екінші, ақш кәсіпкерлік мәдениеті қалыптасқан, одан инновациялар мен жаңа идеяларға ашықтық. Яғни біз білеміз, Кремний аңғарындағы және қаншама әлемдік компанияларының орналасқан орталықтарын біз білеміз. Одан Еуропаның солтүстік елдері, бұлар көбінесе әлеуметтік кепілдікті жоғары деңгей көрсеткіш болып табылады. Ол дамыған білім беру жүйесі мен денсаулық сақтау жүйесі өте жақсы дамыған. Яғни бұл жерде адамдар және жоғары өмір сүру деңгейі ешқандай уайымдар жоқ. Айтатын болсақ, бүкіл жағдайы жасалған. Келесі Латын Америкасы, бұл жерде салыстыратын болса, ең жаман көрсеткіш ол әлеуметтік теңсіздіктің жоғары деңгейі,
сыбайлас жемқорлықтың өте кеңінен етек жайған. Содан кейін осыдан қалыптасқан саяси тұрақсыздық жиі болып тұрады. Енді неге кейбір елдер бай, басқаларға кедей деген сұрақты тоқталатын болсақ, бұл жерде жаңа айтатын болсақ, мына жерде ютубта видеосы бар, қарап шығуға болады. Бай және кедей елдерді орысша іздейтін болсаңдар, соны табылады. Келесі енді негізгі факторлар қарастыратын болсақ, бұл жерде айтып тоқтала кетейін. Жаңа біз айттық, сабақтың басында болған география орналасу, тарихи оқиғалар, саяси жүйе, экономика институттары мен әлеуметтік факторлар табылады. Жалпы сонда кедейшілік дегеніміз ол тек ақшаның жоқтығы емес, бұл мүмкіншіліктің жоқтығы. Яғни кез келген мемлекеттің билігі егер халқына осындай мүмкіншілік бермейтін болса, онда кедейшілік дами береді. Келесі, бай және кедей елдерді анықтау негізгі көрсеткіш. Біз қалай анықтаймыз, мына ел бай, мына ел кедей деген сияқты. Оның ең бірінші көрсеткіштері бізде ол жалпы ішкі өнімнің көрсеткіші. Жалпы ішкі өнім дегеніміз бір жылдағы мемлекеттің өндірген, көрсеткен тауарлар мен қызметтерінің мөлшерін неседі, соның санын, сомасын сондағы мемлекеттің тұратын халыққа бөледі. Сол жалпы ішкі өнім болып табылады. Оны АДИ дейді, адам даму индексі. Оған бірнеше көрсеткіштер жатады. Одан Джини коэффициенті, бұны есептеуге болады. Өте жақсы есептеп беріледі. Одан кедейлік деңгейін жеке анықтайды, статистика бойынша. Одан кейін табиғи ресурстың қаншалықты мемлекетте шоғырланғанын қарастырамыз. Енді мында қарастыратын болса, жалпы ішкі өнім бойынша бізде көрсеткіштер берілген. Ең жоғары көрсеткіш бізде жаңа айтатын болса ақш мемлекеті, одан кейін Сауд Арабиясы есептеледі екен, одан кейін Еуропадағы мемлекеттер, Скандинав мемлекеттеріне тиесілі отыр. Бұлар көбінесе мұнайдың немесіне байланысты. Одан кейін аймақтарда жаңа айтатын болса, бізде Еуропа кетеді, одан кейін жаңағы Қазақстан, жаңағы айтатын болса, Қазақстаннан кейін ары қарай жаңағы Австралия, Канада деген сияқты кетеді мемлекеттер жоғары есептеледі. Бірақ ең төмен көрсеткіш бізде жаңа Африка құрлығы мен оңтүстік шығыс Азия елдеріне тиесілі болып келеді. Сонымен қатар жаңағы мысалы бізде орналасқан Азиядағы Ауғанстан жиі және экономикалық тұрақсыздық байқалатын елдерде жиі кездеседі. Келесі, енді бұл жерде қарайтын болса, мемлекеттерді үш деңгейге бөліп қарастырайық. Экономикалық дамыған елдер, өтпелі економикада елдер, дамушы елдер. Бұл жердегі жалпы мемлекеттер бөлінуі бірінші біз айтатын болсақ, дамыған елдер дегеніміз бұған кіретін үлкен жетілік. Яғни әр тізім бойынша жеке мемлекеттер анықтап шығуға болады. Сіздің интернеттен қарап, қай мемлекеттерге керек. Одан батыс Еуропаның дамыған елдері, қоныс аударушы капитализм деген кезінде айтатын болсақ, мен бір мемлекеттің колониясы болған, сол себептен сол колония болғандықтан сол қай мемлекет колония болды, соның экономикасы сол мемлекет көшіп кетеді. Мысалы Австралия деген сақылды, және Үндістан деген сақылды. Келесі өтпелі экономика деген бұл кезінде жоспарлы экономикадан қазір нарықта экономика ауысқан, жәнегі ол біздегі ТМД елдері кезінде КСРО мемлекет құрамында болған мемлекеттер табылады. Оның дамушы елдер өзі бірнеше түрге бөлініп, көшбасшы елдер болып табылады, мұнай өндіруші елдер, ОПЕК елдер, жаңа индустриалды елдер деген бұл оңтүстік шығыс Азияның елдері болып табылады, Таиланд, Сингапур, Индонезия деген сақылды кетеді. Плантациялық елдер деген бұл жерде жаңа айтатын болсақ, ауыл шаруашылығын егінші шаруашылық ұстамаған елдер болып табылады. Одан жалға пәтер беруші, яғни өз жерін айтатын болсақ, жаңағы жалға береді, арендаға береді деген сөз. Одан ең соңында нашар дамыған елдер болып табылады. Енді соған байланысты бізде әлемде полюстер қалыптасады. Мына жерде қарап отыратын болса, екі полюстік модель болып табылады. Бұл жерде солтүстік және оңтүстік бөлінеді. Соның ішінде Австралия кірмейді, өйткені Австралия бізде айтатын болса дамыған мемлекет болып есептеледі. Оның басты себебі және кезінде бұны Ұлыбританияның колониясы болып есептелгені, соның экономикасы қалыптасып қалған осы жерде Австралия мен Жаңа Зеландияға. Келесі модель бізде үштік полюс болу, орталық деген дамыған, жартылай периферия деген айтатын болса дамушы деген сақылды, одан периферия шетте қалған, емес артта қалған деген сөз. Үштік полюстік модель. Одан кейін қазіргі таңда көбінесе пайдаланатын осы немен қарастырайық. Жалпы мына жерде берген аймақтар бойынша үштік полюс бойынша орталық дамыған қандай мемлекеттерге, және қандай шаруашылық дамыған оқып танысуға болады. Видеоны пауза қоя тұрып. Келесі енді бізде берілген модель бұл көп полюстік. Бұл жерде бізде берілген аймақтар бойынша ақш кетеді, Қытай, Еуропа мемлекеттері және Еуроодақ деген сақал Жапония бөлек есептеледі. Бұл жерде Ресей, айтатын болса Еуразиялық экономикалық одақ болып есептеледі. Бұл көп полюстік модель болып табылады. Келесі бай және кедей елдердің айырмашылықтары қандай? Бірінші, өмір сүру деңгейі бойынша, экономика құрылымы бойынша, технологиялық деңгейі бойынша және әлеуметтік мобильділік деген бұл қаншалықты мемлекеттегі тұрғындардың басқа аймаққа көшуіне дайын екеніне, мысалы жұмыс мақсатымен. Келесі бай елдердің
экономика өсіміне әсер етуші факторларды қарастыратын болсақ, бұл көптеген инвестициялардың тартылуы, сауданың жақсы жүргізуі, сонымен қатар тұрақтылық және инновацияның дамуы болып табылады. Енді осыған байланысты енді сабақ аяқтайық, каналға қолдау білдірейік. Егер бүгін тақырып түсінікті болатын болса, каналға жазылайық. Назарларыңызға рахмет.